Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз робот түрлері және оларды қолдану. Алдымен ойланайық, робот дегенді қалай түсінесің? Роботты адамдар не үшін пайдаланады? Бүгінгі сабақта үйренетініміз робот анықтамасы және түрлері, роботтарды қолдану салалары. Робот сөзін чех жазушысы Карел Чапек ойлап тапқан. Робот адамның іс-әрекетін алмастыратын, автоматтандырылған, адамның қажетіне қарай еңбек етуге бағытталған құрылғы. Роботтар кез келген пішінде және кез келген режимде жұмыс істей алады. Мысалы, бізге таныс кір жуғыш машина, микротолқынды пеш, теледидар арнасын ауыстыратын пульт, тоңазытқыш, компьютерлер, осы сияқты тағы басқа автоматтандырылған құрылғылардың барлығын роботтар деуге болады. Бұлар адамдардың жұмысын жеңілдетуге көмекші құрал ретінде ойластырылған заманауи құрылғылар. Роботтар атқаратын қызметіне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Өнеркәсіптік, көліктік, тұрмыстық, медициналық, білім беру роботтары болып. Өнеркәсіптік роботтарды фабрикаларда, зауыттарда жұмыстың өнімділігін арттыру үшін пайдаланады. Сонымен қатар, роботтар қауіпті өнеркәсіп орындарында, адам қатынауы қиын жерлерде, жоғары немесе төмен температура жағдайларында, жоғары радиациялы атом электр станцияларында қолданылады. Көліктік роботтар, ғарышқа ұшатын роботтар, адамның қатысуынсыз өнеркәсіпте бұйымды тиеу және түсіру қызметтерін автоматты түрде орындайтын көліктер. Жүргізушісіз қалаған жағына апарып тастайтын робот машиналар. Тұрмыстық роботтар. Үй шаруасындағы автоматтандырылған құрылғылар. Медициналық роботтар. Медициналық қызметкерлер мен хирургтерге емдеу шараларына көмектесу үшін қолданылады. Адам денсаулығына диагностика жасайтын аппараттарды да медициналық роботтар деп атаймыз. Білім беру роботтарына Lego Mindstorms, EVA 3, Arduino сияқты конструкторлар мен электронды құрылғылар жатады. Енді балалар, осылар бойынша сұрақтарға жауап берейік. Робот деген не? Роботтардың қандай түрлерін білесің? Өнеркәсіптік роботтар не үшін қажет? Тұрмыстық роботтарға қандай техникаларды жатқызуға болады? Себебін анықтайық. Қазіргі кезде тұрмыстағы көптеген қызметтерді атқаратын, қадағалайтын, мүгедектер мен сәбилерге көмекші, көңіл аулайтын тағы басқа роботтар жасалды. Бұл роботтар несімен ерекшеленеді? Дұрыс жауаптарды тап. Роботтар атқаратын қызметіне қарай мынандай түрлерге бөлінеді. Өнеркәсіптік роботтар, темір роботтар, көліктік роботтар, тұрмыстық роботтар, жұмысшы роботтар, медициналық роботтар. Осы аталғандардың ішінен дұрыс жауаптарды белгіле. Қажетті сөздерді тауып орнына қой. Адам мен роботтың қасиетін сәйкестендір. Талдап салыстырайық. Адамдармен салыстырғанда роботтың қандай ерекше қасиеттерін атар едің? Дәптерге орындайық. Кестені дәптеріңе толтыр. Үйге тапсырма. Роботтарды болашақта тағы қандай салаларда қолдануға болады? Пікіріңді мысал келтіру арқылы дәлелде. Осымен балалар, бүгінгі сабағымызды
ауа райы арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.